Бір күні бұл мысық қараусыз қалады. Оның иесі Альцгеймер ауруымен ауырып есін жоғалтып алғанда. Байғұс жануарға өсіп, бір-бірімен жабысып қалған жүндерімен бірге өмір сүруге тура келген. Уақыт өте келе бұл жүндер өсіп, үлкен колтунға айналып шығады. Жақында бұл мысық ақыры дегенде Питтсбургтағы жануарлар баспанасына тап болды. Оның иесін қарттар үйіне жібергеннен кейін. Байғұс мысыққа осы уақыт аралығында 1 килограмм болып өскен жүнін сүйреп жүруге тура келіпті. Мысық ветеринарлардың қолына түскенде, олардың алғаш қолына алғандары қайшы болды. Ақыры үстінде жүк болып жүрген жүндерінен құтылғасын мысық қазір өзін өте жақсы сезінеді. Ол өзіне жақын уақытта жаңа үй және жаңа қамқор иеге табады деп үміттенеміз. Құрметті достар, егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар.